құрметті көрермендер, эфирде латын әліпбиі және ұлт болашағы бағдарламасы тізгіндемен Гүлнұр Қанатқызы. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы Мамиля Тұрғынбайқызы. Студиямызға қош келдіңіз. Жалпы латын әліпбиіне көшу туралы елбасының тапсырмасы бойынша қысқаша шолу жасасаңыз. Жалпы бұл латын таңбасына көшу мәселесі бұл бір күннің, бір жылдың мәселесі емес. Бұл еліміз егемендік алғаннан кейін көтеріле бастады бұл мәселе. Өзі елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің рухани жаңғыру болашаққа бағдар атты бағдарламалық мақаласында жалпы қоғам мүшелерінің екі мәселеге назар аударуын айтап өткен болатын. Оның біріншісі мына ұлттық елтаңба дейді, ұлттық кодты сақтау, екіншісі қоғамның кертартпа құбылыстарынан арылу болатын. Осы ұлттық елтаңба, ұлттық код дегенде осыны сақтаудағы ең бірінші алғышарт мәселе бұл біздің ұлттық әліпбиімізді реформа жасау. Жалпы мына латын таңбасына көшу мәселесіндегі ең алғашқы іс-әрекеттер бұл мына тілші ғалымдардың осы латын таңбасына көшкен мемлекеттердің іс-тәжірибесін зерттеу және зерделеу. Бұл Өзбекстан, Әзербайжан, Түркия мемлекеттерінде мысалы біздің ғалымдар бірнеше рет сапарда болып зерттеулер жүргізілді. Ондағы мақсат жалпы осы латын таңбасын қабылдаған кезде сол мемлекеттерде қандай қиыншылықтар болды, қандай бір мәселелер кездесті. Міне сол қиыншылықтарды, мәселелерді жалпы біздің еліміз латын таңбасына көшкен кезде сол жіберіп атқан кемшіліктерді, олқылықтарды қайталамас үшін сол көшкен мемлекеттердің жалпы тәжірибесі зерттелінді. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, одан кейін жаңа әліпбиді жасау. Өздеріңіз білесіздер, оның бірнеше нұсқасы ел талқысына ұсынылды. Осы соңғы нұсқасы 2018 жылы 19 ақпанда осы елбасының жарлығымен жаңа нұсқасы қабылданған болатын. Осы жаңа нұсқа бекітілді. Мұнда 32 таңба бар. Және осы жаңа таңба, жаңа латын негізді қазақ әліпбиінде 32 таңбаның негізгі ерекшелігі мұнда диакритикалық акут бар және екі дыбыспен берілетін диграф бар. Диакритикалық акут деп отырғанымыз, мысалы ың, дыбыстары, дыбыстары, солардың үстіне жаңағыдай белгі қойылады. Мұны диакритикалық акут деп айтады. Оны ешқандай да бір дәйекше, не болмаса үтір, не болмаса тағы да басқа атаумен атауға болмайды. Қазір өзі ғылымда оның атауы сол диакритикалық акут. Және екі дыбыс, ш және ч дыбыстары екі таңбамен диграфпен беріліп отыр. Енді қарап отырсақ, бұрын мысалы біздің кирилл таңбасында 42 таңба болатын. Соның ішінде айырмашылық қазір 32-10 таңба алынып тасталынды. Сонда мысалы орыс тілінде кездесетін сөздердегі таңбалардың барлығы алынып тасталды деп айтуымызға болады. Қазіргі мына одан кейін жалпы бір айта кететін мәселе, мына қолданыста латын харпі дейді, латын графикасы дейді, латын таңбасы дейді. Негізінде тілші ғалымдар ұсынып отыр, латын негізді қазақ әліпбиі деген тіркесті қолдану керек деп. Жалпы осы мәселе. Латын әліпбиіне көшу заман талабы дейді. Ал ең алдымен осы графикаға көшу үшін біз жұмысты неден бастауымыз керек? Жаңа айтылып жатты, бұл қажеттілік біздің әліпбиімізге реформа жасау керек деген мәселеден осы латын негізді қазақ әліпбиіне көштік қой. Неден бастауымыз керек деген кезде ең бірінші таңба мәселесі, бұл таңба жаңағыдай қабылданды дедік. Қазір енді түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Біздің өзіміздің кафедра мысалы бірнеше өңірлерде, бірнеше мекемелерде осы таңба мәселесін түсіндіруге байланысты алғашқы жұмыстарын жүргізген. Енді қазір осы емле ұсынылып отыр. Бұл емле әлі бекітілген жоқ. Бұл емле жоба түрінде Тіл білім институты емлені ұсынып отыр. Емле деп отырғанымыз, яғни осы латын таңбасына көшкен кездегі жалпы сөздердің дұрыс жазылуы.
қандай жағдайда, мысалы шет тілінен енген терминдер, біріккен сөздер, қысқарған сөздер қандай таңбалармен беріледі. Мысалы бізде қазір жіңішкелік белгісі, жуандық белгісі, ё деген дыбыстар жоқ. Ол таңбаларды мүлдем алып тастады. Сонда мысалы шет тілден енген сөздерде бұрын қолданылып келген сол таңбалардың орнына біз қандай таңбаларды пайдаланамыз дегенге байланысты осы емле ережесі жоба түрінде ұсынылып отыр. Ең бірінші осы түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Одан кейін өткен жолы 14 қарашада жалпы халықтық диктант жазылды. Мұндағы мақсат ең алғаш осы латын негізді қазақ әліпбиін жалпы жұртшылық қауым қалай қабылдады деген мәселенің жалпы ара-жігін ажыратып алу үшін. Қазіргі таңда осы бағдарлама бойынша қандай іс-шаралар жүргізіліп жатыр? Университет қабырғасында. Енді университет қабырғасында осы елбасының жарлығы шыққаннан бастап бірнеше іс-шаралар жүргізілді. Жаңа айттым мен, түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Және біздің өзіміздің кафедрамыздың тарапынан, мысалы емле ережесі жаңа айттым ғой, жоба түрінде ұсынылды деп. Сол тіл мамандары болғандықтан бізге жалпы тікелей тапсырма берілді. Соған байланысты өздеріңіздің ұсыныстарыңызды білдіріңіздер деп. Біз осы жаңа жоба түрінде ұсынылып отырған емле ережесіне байланысты өз ұсынысымызды білдірдік. Мысалы өзі жаңа 32 таңбаны қарап отырсаңыз, ішінде кейбір болашақта мүмкін практикада іс тәжірибеде қолданылған кезде өз көрінетін шығар. Кейбір жерлерін, кейбір тұстарына білдірдік ұсынысымыз. Мысалы, бұл жерде и, ның дыбыстарының бас әріптері бір таңбамен берілген. Одан кейін мысалы о дыбыстарын шатастыру көп кездеседі, соған байланысымызда ұсыныстарымызды білдірдік. Жалпы мына латын негізді қазақ әліпбиі бұл бір таңба, бір дыбыс мақсатымен жасалынған, яғни қалай дыбысталды, солай таңбалану керек деген сияқты. Мысалы, бұрын біздің тілімізде балаларға тілді үйреткен кезде көп қарама-қайшылық. Мысалы, қоян деген сөзді алып талдайтын болсақ, біз 4 таңба, 5 дыбыс бар. Оны тасымалдаған кезде балалар шатасады. Мысалы, тасымалданған кезде айтып жатады ғой, елгі екінші буын дауысты дыбыстан басталмайды деп. Сонда қоян дегенде, я, ол қалай басталып тұр деп. Сонда түсіндіреміз, бұл дыбыс емес, бұл әріп, ол 2 дыбыстан тұрады деген сияқты. Осындай бір шатастырулар көп болатын болса, мына қазіргі қабылданған жаңа әліпби, жаңа айттым, бір дыбыс, бір таңба. Енді бұл жерде 2 таңба, жаңағы ш және ч дыбыстары бұл диграфпен 2 дыбыстың тіркесуімен беріліп отыр, сол ғана. Рахмет, алтындай уақытыңызды қиып, студиямызға келіп, сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Жұмыстарыңыз жандана берсін. Ғалымдарымыз жаңа әліпбиге байланысты түрлі еңбектер жазып жатыр. Сол жұмыстарды бағалап, ел болашағы үшін қабылданған шешімге қолдау көрсету, жақсыны үйренбекке ұмтылу бәріміз үшін тиімді болмақ. Аман сау болыңыздар.